Қостанай облысында 221 адам банкрот деп танылды. Олардың банк алдындағы қарыздары 300 миллион теңгеден асады. Бірақ берілген өтініштердің бәрін мемлекет банкрот деп жарияламайды. Оған жеке тұлғалардың құжат немесе несие тарихының сай келмеуі себеп. Қазақстандықтар өткен жылдың наурыз айынан бастап банкроттыққа өтініш беруді бастаған болатын. Қостанайлықтардың бірі бұл заң туралы білсе, кейбірі хабарсыз. Құлағдар болғандары осындай заңды көптен күткендерін айтады. Себебі бұл қаржы жағынан қиналған көпшілікке көмегін тигізіп жатыр деп есептейді. У любого человека есть выбор. Әр адамның таңдауға құқығы бар. Банкрот деп таныла ма, жоқ па? Әрине, қаржылық тұрғыда шынымен қиындық туындап жатса, мемлекеттің қолдауын неге пайдаланбасқа? Бұл елдегі борышкерлердің қарыздарынан құтылуға, санын азайтуға көмектеседі деген сенімдемін. Бұл заңнаманы жетілдіру 2010 жылы қолға алынған, тек өткен жылы ғана күшіне енді. Жеке тұлғаларға ғана емес, экономикаға да оң әсері бар дейді мамандар. На сегодняшний день по Костанайской области Бүгінгі күні облыс бойынша 221 борышкердің өтініші қабылданды. Ол 312 миллион теңгеге жетті. Бір адамға шаққанда қарыз 1 миллион 400 мың теңге. Олардың бәрі қазір қаралуда. Барлық ақпарат 1414 SMS сервисі мен egov.kz сайтында жарияланған. Жалпы заң қабылданғалы бері облыста 1605 өтініш қабылданған. 155 өтініш бойынша соттан тыс банкроттық рәсімі жүргізілуде. 66 өтініш қаралуда. 1146 өтініш кері қайтарылған. Банкрот деп танылған тұлғаның ең максималды сомасы 48 миллион теңге, ал ең аз мөлшері 87 мың теңге. наибольшее количество признанных банкротов. Банкрот деп танылғандардың ең көбі Қостанай қаласының тұрғындары. 130 миллион теңгеге 56 өтініш келіп түскен. Одан кейін Рудный 37 өтініш 51 миллион теңге көлемінде. Және үштікті аяқтайтын Қостанай ауданы 22 өтініш 16 миллион теңге. Айта кетейік, банкрот болған адамға алдағы 5 жылда банктер мен микрокредиттік ұйымдардан ақша алуға тыйым салынады. Өтінішті қайтадан 7 жылдан кейін ғана беруге мүмкіндік бар. Банкрот деп жарияланған азаматтың іс әрекетінен 3 жыл бойына тұрақты негізде жалған банкроттық сипаттамалары тексеріліп анықталатын болады. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.